Армысыз құрметті көрермен, бұл соққы және гол 198-ші шығарылым. Біз eSport телеарнасының InMatch бағдарламасында студиясында отырмыз және соққы және голдың 198-ші шығарылымына жеттік. Жуырда 200 кеп қалды. Бүгінгі жиналуымыздың себебі финал. Жақын қалды. Ертең Испания мен Англия арасындағы матчты тамашалаймыз. Басты мақсатымыз кім жеңіске жететінін анықтау. Болжам жасау, бұл превью. Уәлихан Қосанбай Англия мен Испания арасындағы Еуропа чемпионатының финалын Қазақстан ұлттық арнасында жүргізетін комментатор. Құтты болсын. Финал құтты болсын. Бәрекелді. Нешінші финалың? Неден ол? Әлем чемпионаты, Еуропа чемпионаты. Әлем чемпионатының Чемпиондар лигасы. финалын жүргізгем. Еуропа чемпионатының бірінші финалы. Чемпиондар лигасының біраз жүргізгем енді. Еуропа лигасы. Онда жүргізгем. Конференциялар лигасы. Онда Сен жүргізгем. большой шлем ағансың ба, осы жинағансың ба бәрін? Осы соңғысы болып тұр. Осы еуро ғана жоқ еді, бір ғана осы болып тұр екен. Копа Американда финалын жүргізгем. Жандос Байтілді ағамыз Иә, екеуміз. Жандос екеуміз Қатардағы әлем чемпионатының финалын жүргізгенбіз. Былайша айтқан кезде бәрін жүргізіппін ғой. Футзалдан әлем чемпионаты, Еуропа чемпионаты, футзалдан чемпиондар лигасының финалы. Коллекция толайын деп жатыр, Құдай қаласа, амандық болса. Комментатор ретінде арманың қандай енді? Нормально жүргізу ғой, бәр матчты. Жоқ, андай мен жүргізбеген бір матч бар, соны жүргізуді армандаймын дейтін. Жоқ, ондай. Мен Еуропа чемпионатының финалын жүргізгім келді, қатты. Енді бұйырып тұр, ертең бұйырса көреміз, енді дайындаламыз, жақсылап. Бұйырса енді Қазақстан ұлттық құрамасының сол Еуропа чемпионаты немесе әлем чемпионатындағы матч. Жоқ, оған дейін енді білмеймін, оған дейін комментаторлықты аяқтап кетпесек, жақын арада шығады деп өз басым сенбеймін. Бексұлтан Көлімқос, Әлімжан Асқар, Уәлихан Қосанбай, 198-ші шығарылым, Испания және Англия кім жеңіске жетеді, ойын қандай болады, бұл превью, көлемді әңгіме болайын деп тұр, қызық әңгіме болайын деп тұр. Арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, кеттік. Жігіттер, Адингспорт компаниясы финалда Испания құрамасы жеңіске жетеді дейді. 2,5 коэффициент Испанияның жеңісіне беріп тұр, ал Англия құрамасы қарсыласын 90 минут аясында қапы қалдырады дегенге 3,6 коэффициентін беріп тұр. Міне, осындай жоғары коэффициенттер Адингспорт компаниясында. Мен төменде сілтемесін қалдырып кетем. Кіріңіздер, тіркеліңіздер, бонус алып, осы финалға болжам жасасаңыздар болады. Мүмкіндігіңізше 5 мың теңге, 10 мың теңге тігіп, оны 2,5 есе немесе 3 есе ұлғайтып алу мүмкіндіктеріңіз бар. Сәттілік тілеймін. Адингспорт компаниясы соққы және гол YouTube арнасындағы шығарылымдардың демеушісі. Біз рахмет айтамыз. Әрі қарай видеомызды жалғастырамыз. Сілтемесі комментарийде кіріңіздер, тіркеліңіздер және соққы промокодын теруді ұмытып кетпеңіздер. Уәлихан Қосанбай, Испания және Англия финалға шықты. Финал осындай болады деп болжадың ба? Шынын айтсам, негізі Португалия шығатын шығар деп ойлағам. Еуропа чемпионаты басталмас бұрын. Бірақ енді Португалия жарысты аяқтап кетті. Англия, негіз қатты күтпедім. Мен бір жерге барып, Англия құрамасы сүрініп қалатын шығар деген ой болды. Сосын Германия менде финалға шығады-ау деген командалардың қатарында болған негізі. Бірақ Германияда сүрінді. Испанияда шынын айтайын, мына құраммен финалға жетеді деп ойламадым. Өйткені мүмкін мен енді іріктеуде Испанияның ойындарында қатты бір тоқталып, қатты көрмеген шығармын. Жүргізіп, бірақ Испания мен Германия, Испания шығады деп ойламадым. Англияға да сондай. Енді Англияға іштей бүйрегім бұрып тұрады бәрі бір. Мына ойынға қарап та ма? Мына ойынға қарап та, мен шығады деп ойлаған жоқпын мүлде. Бірақ шықты. 50 ойын көрдік Еуропа чемпионатында. Мысалы, сенің қолында осы финалға шығатын командалар таңдау керек болса, осы Еуропа чемпионатын қорытындылап, екі үздік команда қайсысы деп шығарар едің финалға? Испания мен Англия. Тура осы әділ болып. Германия ше. Өзгерте алмайсың ғой, бәрібір. Ол өзгертіп, мен ойымша қажет жоқ сияқты. Осылай келді, осылай әділ, осылай болу керек. Бірақ мен ана жерде кәдімгідей ашуланғанда енді футболды өлтіретін нәрсе деп ойлаймын да. Кукурелияның қолына тиген кезінде пенальти беру керек. Ол кәдімгі сондай нәрселер. Егер бәрі айтып жатыр енді естественный положение, тартуға тырысты депші, олай қарайтын болсақ, мен түсінемін, төрешілерге арнайы да айтылған, осындай кезде пенальти берілмейді деп қайта айтылған.
бірақ әдейіге не қылмады деп қолын тартуға тырысты деген трактовканы да жіберді ол жерде. Енді былай пенальти белгіленген кезде футболист әдейіге ойнамайды, дұрыс па? Бәрі футболист қолын Жоқ, бұл жерде әдейіге деген 80% футболист қолын тартуға тырысады ғой. басты трактовка ол әдейі емес қой, бұл жерде қол дененің көлемін қаншалықты ұлғайтып тұр. Естественный положениеде деп тұр. Ол естественный. жерге қарап тұр ғой. Жерге қарап тұр. Жерге қарап тұрған Қайыққа қарап тұр керек. Мынандай ашық тұр ғой. Егер былай тұратын болса, Басынан сен мысалы жүрген кезде былай жүрмейсің ғой қолыңды. Бұл естественный положение. Мысалы тұрып алып жүрген кезде былай жүрмейсің ғой. Жүгірген кезде ше? Жүгірген кезде міне былай қолыңды түсіріп алып жүгірмейсің ғой. Қорғаушысында бүйтіп тұрасың ғой? Қол жақында. Ол естественный емес қой ол. Ереже өзгереді деп ойлайсың ба жақын уақытта? Білмеймін, бірақ осындай нәрсе футболды өлтіреді ол. Бұрын негізі Кәдімгідей өлтіреді ол. пенальти көбейе бергеннен кейін ережені өзгертті ғой, негізі енді шыққан мәселе ғой бұл. Осыдан кейін тағы да өзгертіп бұрынғы қалыпқа кететін сияқты. Жоқ, бұрынға келмейтін жер, ортасына келетін жер. Бірақ Ортасында енді тағы. анау деген не о, майо. Еще бірінші болып соны егер байқасаңдар, төрешілердің шешімі дұрыс деп жазған, ол ағылшындық журналистер болды ғой. Өйткені төреші ағылшындық. Иә. Бірақ Ол жерде ағылшындық төрешілер, авторитетный журналистер жазды да, кәдімгідей ше. Орыстар соны аударды. Сөйтіп, осындай деп енгізіп жатыр деп ше. Енді ол ағылшындар бәрі өздерін ақтап алуға да әрекет етеді. Бірден айтты ғой, бірден. Осы Европа чемпионатына бір апта қалған кезде Сэм Джейкобс деген Телеграф деген ненің журналисті жазды, негізі бірінші ше. Бір апта бұрын осындай неге Роберто Розетти, қазір УЕФА төрешілерінің басшысы ғой, сол айтқан ондай кезде пенальти бермейсіңдер деп. Енді әркім ой, әрқалай ғой. Вар бар ғой қазір. Вардан да қарады. Вар төрешісі де кінәлап тұр осында. ол жерде де Стюарт болып отырды деп. Мынау кінәлі деп айтамаймын, бірақ менің ойымша пенальти беру керек та. Енді бәке финалда Франсуа Летексе жұмыс істейді, бас қазы қызмет атқарады. Сен енді төрешілерді зерттеп жүрген адамсың. Жалпы олай қатты зерттемеген. Жалпы бірақ финалға кімді қояды екен деп, мысалы, өткенде біз екеуміз ойлап едік қой біраз. Мен Дани Маккеле шығып кете ма деп ойлағанмын. Нидерландылық төреші, иә. Нидерланды как раз. Неге Летесені таңдады? Өте былай басқа вариант жоқ қой. Мықты емес. Англия таңдайын десе, Англияда Оливер мен Этуэлл бар. Этуэлл ғой, иә? Стюарт Отуэлл. Иә, Майкл Оливер мен. Сосын Испаниядан кім? Испания бәрібір болмайды. Цвайерді көрдіңдер, жартылай финал. Итакта Нашар жүргізді. Иә, Итакта былыққа батып жүрген төреші. Италияда анау төреші Даниэле Орсато. Бірақ Орсато осы Европа чемпионат біткен кезде карьерасын аяқтайды. Ол 48 жаста, оның жылдамдығы жетпейді финалға, эмоциясы. Италия сериясында Аталанта Фиорентина матчында аяқтады ғой ол клубтағысын. Мына жерде енді осы Евро аяқтаған кезде ол аяқтайды. Оның жылдамдығы жетіспейді. Шимон Марциньяк бар. Марциньяктың ол әлем чемпионатының финалын жүргізіп келді ғой. Евроға қоймайды, оның басы дауға қалып кеткен, осыған дейін чемпиондар лигасы финалы. Иә, сондықтан басқа вариант жоқ, сөйтіп 35 па 36 жастағы Летексені қойып отыр. Шимон Марциньяк 4-ші төреші қызмет атқарады. Қалай болады енді француздың басы дауға қала ма екен жалпы негізі? Себебі Энтони Тейлорды басқасы қылып қойған кезде бізде болжам болды. Тейлор бір нәрсені шірітеді деген сияқты. Шірітті ғой, ана пенальтиден бөлек сары қағаз бермей Тони Кроосқа жалпы ойынды тізгінді жіберіп алды. Мынау Летесенің мысалы мен француздардың ішінен Клеман Тюрпенді ғана білемін. Оның өзі де мысалы өте қатты жоғары деңгейде емес қой. Бұл Летесе деген Лига 1-де де топ 1 емес. Бұған андай шанс беріп жатыр да. Төрешілер арасында ең жастарының бірі ғой. Кезінде Марчиньякқа да әлем чемпионатының финалын бергенде бұл да бір мүмкіндік еді ғой. Ол соны пайдаланып кете алды. Бірақ Чемпиондар лигасының финалында ерте офсайд деп шабуылды тастады. Жоқ, ол Чемпиондар лигасының финалын ойын болмай жатып ол не қылып қалған. Марциньяктың басы дауға қалып қалды. Матч кезінде жанып кетті ол. Ол кісі біреу не то компаниямен бір нәрсе болды деп, иә? Бір партияны қолдап кеттім, мен білмей қалдым деп ше. Содан жанып кеткен. Финалдан басқа ешкім жоқ қой. Мен ойлағам, егер Нидерланд шықпаса, Даниэль Маккеле болатын шығар деп, бірақ осылай көреміз. Бірақ 35 жаста болғанына қарамастан 10 жылдық несі бар ғой, опыты бар ғой.
25 жасында кәдімгі Лига 1-де төрелік етіп бастаған. 10 жыл, 5-6 жыл болған. УЕФА Pro категориясын алып алған. Енді жақсы жүргізетін шығар. Жігіттер, соққы және гол YouTube арнасындағы шығарылымдарда Астанада біз InSport телеарнасының InMatch бағдарламасындағы студиясында түсіріп жатырмыз. Осындай керемет студияны бізге берген InSportтағы достарымызға рахмет айтамыз. Біз де Бексұлтан екеуміз InMatch бағдарламасына қонаққа бардық. Сілтемесін міндетті түрде сипаттамада қалдырып кетемін. Қызық бағдарлама болды. Бексұлтан екеуміз превью жасап, болжамдарымызды қалдырдық және Елдар мен Мұрагер төртеуміз таласып, біраз финалдағы мәселелерді болжап тастадық. Ол да қызық болады. Осы превьюімізді көріп біткеннен кейін достарымыз InMatch ұйымдастырған видеоны көріп, сол превьюді тамашалап, қызықты уақыт өткізсеңіздер болады. Және финалда кім ұтады, Испания немесе Англия, пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар. Құрамдарды болжап көрейік. Испания құрамасы қандай өзгерістер болады, Уәлихан? Өзгеріс болмайды ғой. Өзгеріс болады, Карвахаль шығатын шығар негізгі құрамда. Негізгі құрамның ойыншысы ғой. Ленорман негізгі құрамда шығады. Қалғандар сол өз позиция. Ольмо негізгі құрамда бастайды. Начо қала ма? Начо қосалқы құрамға кететін шығар. Жетеді, жартылай финалдың ойына. Ленорман демалып алған, тың, Делафонте енді шығарады негізгі құрамда. Қалған, білмеймін, өзгеріс болмайды. Негізгі орталық қорғаныстағы дуэт сол екеуі ғой, Ленорман мен Ляпорт дейді. Осы екеуі шығарады деген менде сондай ой болып тұр. Тура сондай. Мына жақта Кукурелля, бәрібір оны алмастырмайды. Гримальди ғой. Жарақат алып бірдеңе болып қалмаса, ортада Родри мен Фабиан Руис болмаса, Испанияның ойын болмай қалады. Дани Ольмо, Ямал, Уильямс және Марата, Марата. Англия ұлттық құрамасында. Англияда да енді Гарет Саутгейт прагматик бапкер екенін білеміз ғой. Сондықтан да өзгеріс болса, бұл жерде сол қапталда болуы мүмкін. Киран Триппе негізгі құрамда бастамай, Люк Шоу шығуы мүмкін, егер Люк Шоудың өзі дайын болатын болса. Люк Шоу өткенде жартылай финалда мен 100% дайынмын деген адам. Финалға 200% дайын болып отыр ғой. Аса бір өзгеріс болмайды. Барлығы қатарда, барлығы мықты. Коби Майну да шығады деген ойым бар. Деклан Райсты ауыстырмайтын явно. Кайл Уокер, Джон Стоунс, Гехи. Харри Кейннің орнына Олли Уоткинсті шығару әділ болады деген әңгімеші. Жоқ. Харри Кейннің аты Харри Кейн ғой, бір төбе ғой. Жарайды, ана жерде джокерлік, Олли Уоткинс тараптан джокерлік, бірақ білмеймін, ойын барысында қалай болатын, бірақ Гарет Саутгейт Харри Кейн негізгі құрамға қояды. Бексұлтан? Тура сондай құрам мен ойымда да, Бірақ Люк Шоу емес, Триппер бастайтын сияқты бірінші минутта. Енді менде соған күмәнім бар да, кім бастайтын. Өйткені Шоу дайын болса, ең жақсы көретін ойыншысы өз үшеу-ақ шығар, 3-4 ғана шығар. Кімнің? Кальвин Филлипс, Магуайр, Шоу ғой. Бірақ орталық құрамнан шығатын футболшылар да керек, сол үшін қапталдағы ойыншыны ауыстыра салған. Бұл жерде сосын тағы Англияның схемасына қарау керек та. 4-3-3 болса, орталық қорғаушылардың біреуі түсіп қалады да, біреуі жартылай қорғанысқа көшеді. 3-4-2-1 сияқты сол баяғы. Орталық қорғаушымен ойнай беретін сияқты. Маргехи, Джон Стоунс және Кайл Уокер үшеуі. Көреміз оны енді. Испанияға қарсы өте ыңғайлы деп түсіндірдік қой өткен видеода да жалпы 3 қорғаушымен ойнаған. Сол басты мәселе жартылай финалдағы алғашқы тайм сияқты ойнай ма, әлде екінші тайм сияқты ойнай ма деген сұрақ болып тұр ғой бұл жерде. Англия қаншалықты жоғары ойнайды, ол да үлкен сұрақ. Менің ойымша, мына Испания құрамасы егер от болып ойнаса, Испанияның диктовкасымен өтеді ойыншы. Егер Англияның ырғағына көніп қалатын болса, Англияның несімен өтеді, бақылауымен өтеді. Сол бірін Англия ырғақты ұстамайтын да сияқты мен ойымша. Испанияға, мысалы, Италия Спалетти де сөйтіп айтты, біз Испанияға қарсы бірінші нөмір ойнауға тырысамыз, Хорватия, жалпы барлық қарсыластарға келген кезде жоқ, біз сұрақтар қойып жүргізесіздер. Қалай ойнайсыздар, доп бірінші нөмір ойнайсыздар ма, доп таласыздар ма деген сияқты. Жоқ, біз өзіміздің ойынымызды ұстамыз, доп бізде болады, бірінші нөмір ойнаймыз деп бәрі айтады, бірақ іс жүзіне келгенде Испаниядан допты тартып алу үлкен мәселе. Манчестер Ситиден доп тартып алу сияқты да ол шамамен. Бұл жерде ешқандай мәселе жоқ. Бұл жерде тағы да бір жаңағы сұрақ, Испания қаншалықты финалда тәуекелге барады.
сол да ғой үлкен енді мәселе. сол Испания егер осы агрессивті футболын осыған дейінгі ұсынатын болса, Иә. басымдық Испания құрамасында болады. Ал егер не қылатын болса, Кім өз ойынын ұстады, сол жеңіске жетеді ғой. Жоқ, Испания ұсынады, Испания алады тізгінді. Англияға 100%. бәрібір болып тұр ғой, былай да. Жоқ, Испания өз ойынын бастады, мысалы осындай жылдам бірден шабуылға ден қойды, алға ұмтылды. Англия құрамасының қорғанысын бұзып жарып гол соғып кетті дейік, мысалы. Онда 7-ші минутта. Голландия сияқты болады. 7-ші минутта. Онда ағылшындар ойын ұстады. Оталады, міндетті түрде оталады. Бұл жерде бірақ анау Англияны айтып жатырмық қой, бірінші гол өткізсе де кейін барып теңестіріп немесе жеңіп жатыр деген сияқты айтып отырмық қой, бірақ бұл жерде Испания бірінші гол соқса, ол жаңағы Англияның жартылай финал, ширек финалға қарсыластарының қателігін қайталамайтын сияқты. Өйткені Испанияны білеміз, прессингқа өте мықты төтеп бере алады. Кез келген прессинг, оны Германияға қарсы ойында да көрдік, Францияның соңғы минутта прессингтерін қалай бұзып жарып, мысалы 89-90 минут өтіп жатыр, бірақ Руис, Родрилар еш саспайды. Жалпы клубта да үйреніп қалған, мысалы доп ұстауды. Луис Энрике, Руистің жалпы командасында, жалпы ПСЖ-да, ал Манчестер Ситиде Пеп Гвардиола оларға жалпы Де ла Фуэнте қалай доп ұстау керек екенін үйретпесе де беске біледі. Бір мектеп ДНК бір дейсің. Бұрыннан бері, Испания, нағыз Испания футбол десе, сол екі жігіт көрсетуге болады негізі. Жоқ, Англияға бәрібір ғой, ол қарсылас қалай ойнаса да оған қызықты емес. Ол допты берсе де, алса да Гарет Саутгейттің несін түсінбей кететін шығармыз, ойлағанын. Кез келген нәрсеге дайын болады. Мен ойымша Англияда басымдық болатын сияқты. Қандай басымдық ол? Ойыннан жалпы жеңетін сияқты деп айтайын ба енді. Жоқ, басымдық дегенде мысалы көбірек гол соғатын сәттер болады, допты көбірек ұстайды. Сондай деп ойлайсың. Сондай, иә. Екінші финал піскен, жігіттердің біразы піскен. Мен Испания құрамасын әлсіз демеймін. Родриді қатты сенемін, ойыны қатты ұнайды. Бірақ Англия құрамасы осы финалда жеңіске жетсе, бұл футболға деген қастандық болады деген әңгімелер ше. Ой, далбас әңгіме. Баяғыда Португалияның ойынын көрдіңдер ғой, 2016-да. Содан кейін 2016-дағы Португалия ойынын көргеннен кейін Дидье Дешам 2018-де сөйтіп ойнады мысалы. Жоқ, Франция оған құсамады, шыны керек. Мағынасы сол да, қорғанысқа көбірек назар аудару. Мәселе футболға қастандық емес, ол талай ойындар өтіп жатыр ғой. Жоқ, Англия ұтып кетсе, кейін осы тенденция болып кетпей ма, бүкіл бәрі қазірдің өзінде сөйтіп ойнайтындар көп та. Жақын 5 жылда Пеп Гвардиоланың тенденциясы өзгермейді. Ол клубтық футболда. Клубтық футбол. Құрамада міне Дешам мен Саутгейттің ойыны жүріп отыр. Осындайда бір Испания нәтиже беріп жатса не үшін ойнатпасқа солай? Сол нәтиже бергізбей, сол Испания жеңіп кетсе, футбол үшін жақсы емес па деймін да. Баяғыда Испания құрамасы да тики-така деп біраз жылдар не қылды. Вата-ката болып кетті арасында. Иә, қазір кім айтады оны Испания құрамасы бір гол соғу үшін 50 паспен келетін деп ешкім айтпайды. Испания 2008, 2010, 2012-де чемпион болған деп айтады. Болды. Рас. Соны мен көп мысал ретінде келтіріп тұрмын ғой, плей-оффтағы бүкіл ойындарын 2010 жыл бірден есебімен ұтқанда. Сосын мынандай мәселе бар менде. Англия ұлттық құрамасы жеңіске жетсе, Гарет Саутгейт үшін, Англия үшін бұл өте жақсы болады. Бірінші рет Еуро ұтады және өте көп бәс тұр Англия үшін. Тіпті Свен Йоргенсен да айтып жатыр ғой, мен үшін осы кубокты алып беріңдерші деген сияқты. Ол кісі жаман аурумен ауырып жатыр екен, соңғы бір жылым қалды деп. Біз аламай кеттік, сендер алыңдар деп. Бәрі соны тілеп, көп бәс бар. Испания естіп жүріп жеңіліп қалса, ешкім ренжімейді Испания құрамасына. Екі команданың жағдайы бірдей деп ойлаймын. Бірдей емес. Мына жақта Де ла Фуэнтенің бірінші Евросы. Жоқ, Англия ше, жалпы ширек финалына ұшып кетсе де, Англияға қатты не жоқ еді, хейт болмайтын еді. Жартылай финалға шықты. Финалға дейін Англияның бәрі жеп келді. Қазір жартылай финалға шықты да, мысалы. Жартылай финалда Нидерландтан жеңіліп қалса да, Гарет Саутгейтті қалдырамыз ба, қалдырмаймыз ба деген сұрақ болады еді, шыны керек. Әлі мүмкіндік береміз ба, бермейміз ба деген сұрақ болады еді. Ал финалға шықты, Гарет Саутгейт болды. Гарет Саутгейтті топ бапкер деп, онда емес, топ бапкер деп. Жоқ, бапкер қарсы провал ма, провал емес па деген сұрақ туындап келіп тұр ғой бұл жерде. Екі рет қатарынан финалда ұтылып қалу провал болады Англия құрамасына. Проклятая Англия мынау тағы да ұтамады ғой деп Гарет Саутгейт сонша. Гарет Саутгейт мысалы саған сұрақ, Англия ұтылып қалды, мәселен кейін Гарет Саутгейт кете ме, кетпей ме? Провал деп есептесең мысалы. Кетпейді. Кетпейді, себебі одан жақсырақ нәтиже беретін адам табу қиын болады оларға. Бірақ Гарет Саутгейтті мойындамайды бәрібір. Ойыны да жоқ, нәтижесі де жоқ, трофейі де жоқ. Финалға шыққаннан кейін мойындап қойды деп ойлаймын, ерте бастан.
мойындаған жоқ. Трофейі жоқ әлі ол кісінің. Кәдімгідей жерден алып жерге Онда салады. айтса, онда Англия финалда ұтылып қалса, Гарет Саутгейтті көтетіп қуып жібереді деп айтты немесе. Орнына одан Кім бар жақсы оған? келесі жылы трофей әпереді Жоқ, дейтін кім адам жоқ. мысалы ағылшын мамандарынан кім? Ағылшыннан емес, басқа Олар испаниядан көп бермейді ғой сол. Мәселе ше. Иә, берген, Капеллаға берген, Свен Горан Эриксонға берген, бірақ соңғы жылдардың бәрінде Сэм Эллерді сондай. Жоқ, берсе де келесі жыл тағы евроға шығару. Мен скаут емеспін да, мен білмеймін да, бірақ скауттарда бір андай списоктар болады өздерінің. 10 бапкердің тізімі бар менің ойымша федерацияның президентінде. Гарет Саутгейтті мысалы жұмыстан қумайды, бірақ міне бұл топ бапкер, ол әлемдегі ең үздік болды, біз оны ұстап қалуымыз керек деген мақсатпен қалдырмайды оны. Тағы да бір мүмкіндік берейік, көрейік енді деп. 2 рет финалға шықты ғой, 3-шісінде шығып ұтатын шығар деп, сондай сеніммен береді. Мысалы, Дешамды да ойланып жатыр да франциялықтар. Ойланып жатқан жоқ. Қуамыз ба, қумаймыз ба деп. Жоқ, ол қалды. Жоқ, сол 2026 жылғы әлем чемпионатында Францияның бас бапкері болады. ол нақты ма? Ресми, иә. Ресми болғанда Мен сөзімді рас қылдырып жатыр да, мысалы жартылай финалдан шыққан Францияның өзі қалдырып отыр, Англия. Гарет Саутгейтті де қалдырып қойды ғой, ресми шығып қойды. Енді ол ресми деген кезде федерация хабарлады, ол өзгеруі мүмкін ғой, іріктеуде ертең. жұмыста қалдырмау деген бапкердің топ емес екенін айқындамайды ғой. Айқындайды ол. Айқындамайды, неше түрлі бапкерлер жүре береді ұлттық құрамада. Адиев топ па десең, жұмысынан Шыны кетті. керек ол бапкер. Мүлдем келісе алмадым шыны. Гарет Саутгейт не ойыны жоқ, не трофейі жоқ деп ертең жеп қояды, мына футболшылар Саутгейт сақ финалға шығатын еді деп. Сондай әңгіме айтылады. Қазірдің өзінде Саутгейтке қазір бір трофей ол керек. жақта андай сарапшылар өте көп қой, бұрынғы футболисттер ше. Англия жеңілсе, мына Испания тым мықты болды деген жолымыз болмады дейді да. Ал Испания мықты бола тұр Англиядан жеңілсе, Испанияға керісінше қысым көбірек Қысым болады. болмайды, ол Испания мықты сеткадан өтті, топ командалардың барлығын құрамаларын қапы қалдырды финалда. Ағылшындар осы Екеуінің жағдайы бірдей дейсіз. Бірдей емес деп отырмын осы жаңадан бері. Евро басталмай жатып, букмекерлік кеңселердің бәрі Англияны бірге қойды. Иә. Испания бестікте де болған жоқ. 8-ден 1 финалда Англия бірінші орында тұрды. Ширек финалда да бірінші тұрды. Германияны Испания жеңгеннен кейін ғана Испания бірінші орынға көтерді. Соның бірінші орында тұрып, Өйткені Гарет Саутгейт чемпион атамай қалса, оны жеп қояды. Сетка әлсіз болды, сол үшін ғой енді ол. Евро бастамай тұрып та бірінші орында болды. Франциямен бірдей болды. Мақұл, Гарет Саутгейт финалда ұтылып қалса, айтады, сеткасы әлсіз болды, сол үшін финалға шықты дейді. Иә. Саутгейтке өзін топ екен дәлелдеу үшін осы евроны ұту керек болды. Басқа амал жоқ оның. Вариант жоқ десе. Қалған кездердің бәрінде күмәнді болады. Де ла Фуэнте топ екен дәлелдеп қойды. Болды, финалға шықты. Бірінші маусымы ұлттық құраманы әкелді, ойынын түрлендірді. Де ла Фуэнте 0-4 есебімен жеңіліп қалса да, браво, красавчик, бізді әлем чемпионатына мысалы Испанияда мысалы айтады ағылшындықтар, олар Францияны ұтты, Германияны ұтты, енді біз ұтамай қалдық, Франция мен Германиядан сияқты дегендей айтады, болды әңгіме бітті. Айтатын әңгіме әртүрлі болады ғой, бірақ басым бөлігі қалай қабылдайды, соған қатысты айтып отырмын. Испания құрамасы қазірдің өзінде жеңімпаз. Англияға сәл жанкер отырсыңдар, сол үшін сондай әңгіме айтып отырсыңдар негізі. Әйтпесе екі команданың Англияға сәл жанкер болып, Испания мақтап отырып отырсыңдар. Жоқ, Англияны сәл мақтап, Англияға жақтасып, Англияға керегірек қылып тұрсыңдар да, сол қысым көбірек деп тұрсыңдар. Англия құрамасына дәлелдейтін нәрсе бар. Испания дәлелдеп қойды, болды. Испания құрамасы красавчик. Финалға шықты, үздік ойынын көрсетті, молодцы. Ұтылып қалса да ешкім табалай қоймайды. Табалайтындар табылады, бірақ басым бөлігі Испания құрамасы қолдайды. Мынау Англия ойынды бүлдіртіп әйтеуір чемпион болып тұрған, мақұл, енді құтты болсын дей салады. Англияға финалға шыққан жетістік сияқты ағылшындықтар. Андай құраммен финалға шығып жетістік деп тоқмелісмейтін шығар, ойнау керек қой. Иә, финалда да. Дұрыс. Бірақ андай да, өзгеріс ана жерде қанша аш жігіттер отыр, бірақ сонда да Саутгейт жібермейді да. Соң Де ла Фуэнте бәрін ойнатып шықты ғой, почти қақпашылар демесең, бәрін ойнатып шықты ғой турнирде, екі қақпашыдан басқа. Ол жерде Албанияға қарсы 3-ші ойын болды ғой. Сол кезде бәрін шығарып алды, Давид Рая да шықты, иә. Алехандро Ремира ғана қалып тұр ғой, сонда ойнамаған. Еуропа чемпионатында бәрі мүмкіндік алды. Сол Испания барлық командадан жеңіп келе жатқан құрама да, былай тұрсаң. 6 ойында 6 жеңіс. Сұмдық енді 7 ойында жеңіп. Бұл қазірдің өзі рекорд негізі. Күшті де, Испания жеңсе де күшті ғой, негізі 4 дүркін Еуропа чемпионы. Әрине күшті, кім жеңсе де күшті ғой. Кім жеңсе де күшті ғой. Испания жеңсе күштірек болады да. Просто қазір Гарет Саутгейттің абыройы зор болып тұр ғой негізі құрамада.
ана жақта Люк Шоу да айтып жатыр, біз соңына дейін барамыз. Фил Фоден да айтып жатыр, мен сіздің клубтағы бапкеріңіз Пеп Гвардиола ғой, ұлттық құрамада қалай Гарет Саутгейт деген кезде Саутгейт үшін жан пида деп отыр. Тіпті шықпайтын Кол Палмерлер де қарсы шығып жатқан жоқ. Жоқ, атмосфера күшті. 80 минутта шығарса да. Осы енді Англия чемпион атанамаған қалса, сол атмосфера бұзылуы мүмкін ғой. Иә, әрине. Мүмкін, иә. Сол үшін бұл жерде атмосфера нәтижеге байланысты бірінші кезекте. Сол үшін бұл жерде бәс өте жоғары болып тұрды ағылшындар үшін. Бірақ карт бланш деген нәрсе бар ғой. Мысалы, Дидье Дешамға беріп отыр, карт бланш. Гарет Саутгейтке де сөйтеді ғой. Дидье Дешамның бір айырмашылығы, ол бір нәтиже көрсетті ғой, әлем чемпионы атанды. 2018. 2018-де. Соның әлі күші жетіп жатыр. 6 жыл өтіп кетті. Мысалы, жоқ, оны 6 жыл өтіп кеткеннен кейін ол мысалы ұлттар лигасында Б дивизионына түсіп кетіп, немесе топтық турнирден шыға алмай қалып жатқан жоқ қой. енді егер олай есептейтін болсақ, Англия құрамасы тарихында Гарет Саутгейт сияқты нәтиже берген бапкер жоқ қой. Бапкер жоқ. Дұрыс айтасың. Жартылай финал әлем чемпионаты, финал Еуропа чемпионаты мықты келе жатыр. Сол үшін оған қатты сеніп жатыр. Бірақ бәрібір бір трофей жоқ. Ширек финал ғой әлем чемпионаты. Бір кем дүние осы осыған дейін екі рет сол финалға шыққан ғой, былай қарап тұрсаң. Иә. Сұмдық. Әлем чемпионатында бір рет шыққан, жеңген енді ол жерде. 66 жылы біз жоқ едік қой. 66 жыл. Әлі солар не істейтін шығар, біз 66 жыл жеңгенбіз деп ше. Ол біздің тарих деп. Енді тарих қой қанша мақтанатын. Соны білмейсің да ғой, мысалы қалай жеңген 66 жылы ше. Может, сэр Бобби Чарлтон келіп трофей алғанын білмейсің ба не десе? Может, ойнамаған шығар олар 90 минут қорғанып деген секілді ше. Нәтиже остается в тарихе деген әңгіме ғой сенікі. Сондай ғой. Қалай жеңсе де маңызды емес қой. Дұрыс айтасың. Сосын ұлттық құрамалар футболы негізі осындай болу керек қой, былай. Қатты клубтар сияқты деңгейде емес қой, төмен ғой бәрібір. Сол үшін неге? Маған ұнайды, маған керісінше. Жоқ, бұл жерде ұнайтыны басқа ғой, ойыннан емес та, бұл вайбы бөлек деген сияқты ұлттық құрама әр жерден үздіктер жиналған деген. Бірақ Манчестер Сити, Реал Мадрид сияқты ойын көрсететін құрама жоқ қой бәрібір. Осы Еуропа чемпионатының кез келген чемпион Ман Ситиге қарсы қойсаң Пеп Гвардиола айырылады. Сосын қазіргі футболисттер қатты мәдениетті болып кеткен ба, андай интрига жоқ қой, иә. Ой, баяғыда Роналду мен Руни дегендер, ой, бот қылатын еді, жандыратын еді. Балотелли сияқты бұзықтар да жоқ қой мысалы. Мінезде. Сосын ана УЕФА-да ақылды ғой, тек қана капитан ғана сөйлеседі, басқаларын қойыңдар деген сияқты. Сол дұрыс болды ма сол? Білмеймін енді. Төрешілерге дұрыс болды бірінші кезекте. Бір төрешілерге жақсы. Сосын андай, футболшылар да тым ерсіленіп, төрешіге қысым көрсетеді ғой, үнемі. Әр қысым сайын оларда төрешілер ойнатты, кейін келесі жолы ысқырған кезде сол көп наразылық айтқан, шағым білдірген командаға ысқыра салады. Тихоренко ше, мыналарды кішкене тыныштандырайын деп. Гаттузо сияқты тентектер жоқ та. Ол тентектер не болса, не білді. Атмосферасын көтеретін еді да. Жарайды. Есте қалатын нәрселер. Есте қалатын маған мысалы әдем футбол да. Испанияның футболы маған есте қалады, ұнайды. Ламин Ямалдың голы, мысалы Никоның финттары, мен сондай Никоның финттары, сен дриблинг жоқ қана ойыншыда, ё-моё. Сен или бір ойынна алда қарап көрші, Никоның 10 пасының 8 артқа қарай. Италияға қарсы Ди Лоренцоны біраз отырғызды, мысалы. Италияға қарсы мен шын айтайын, басын көрген тек қана соңғы жағын ғана көрдім. Бірақ Нико Уильямстың 10 пасының 8 артқа қарай ғой, Кукурелияға ғой. Қандай финт көріп жүрсіңдер? 2 пас алға қарайды, значит. Қандай финт көріп жүрсіңдер? Ол Барселона қызығады дейді, неменесіне қызығады? Бұрыннан қызығады ғой. Ондай типтегі ойыншылар жетеді ғой. Ин матчта Нико Уильямстың хайпын түсінбеймін деп отқан енді ғой жаңа. Ин матчтағы бізде превьюда Нико Уильямстың хайпын түсінбеймін деп Валихан айтты. Жоқ, тым қатты хайп болып кетті да. Евроның үздік футболшы ретінде бағаланып кетті. Жоқ, оның қасында Ямал қайта кәдімгі, оны 16 жаста болса да ше, ортаға қарай алады, тебеді, пас береді, ұйымдастырады. Нико Уильямс деген қашады ғой. Мен келіспеймін. Қашады, бірін айбаланың ішіне кіреді. Артқа қарай. Ортаға пас. Нико Уильямс пен Ламин Ямалдың ойынын мен тең көремін мысалы. Ламин Ямал енді 16-та болғаннан кейін деңгейі жоғарырақ және әдемі голы шешуші рөл атқарып жатқан шығар, бірақ екі қапталда екеуі бірдей ғой? Бірдей емес. Егер былай қарайтын болсаңдар, бірінші ойында ғана Хорватияға қарсы кездесуде ғана Нико Уильямстың ойын қарайтын болсаңдар, обострение дейді ғой. Обострение жағынан Ямал қайда алда тұр анадан. Мен өткенде бір ойын қай ойын екен санадым кәдімгі Нико Уильямстың.
қапталға доп келеді ғой, либо ортада Родри арқылы ойнайды, артқа қайтарып, либо Кукуреллені күтеді. Бірақ Кукурелле соны обострять етеді ғой кейін. Ол Кукурелле обострять етіп отыр ғой. Иә. Оның орнына сені қойсаң да сен қайтарып бересің ғой. Кукурелле бұрын артқа қайтаратын еді ғой. Сондықтан мен Нико Уильямс. Испания Хорватия матчында мысалы Нико Уильямс екі футболшыдан жауап сөйтіп оған қатты көңіл аударатын мысалы. Ламин Ямалды басында менсінбеді ме? Жоқ, Бексұлтан айтқаны Евроның үздік ойыншысы дегенге келмейді, жоқ, бірақ мықты мен ма? әңгіменің негізі өрбіткенім мысалы төбелес андай есте қалады бір футболшымен бір ерегісіп қалып трэш-ток деп жатсың ғой. Есте ондай қалады. маған ондай қызық емес та шыны керек. Мысалы Евро 2012 жылы ше финттар 12 дегенде Балателлидің бүйтіп тұрғаны есінде қалды ғой. Балотарийдің гол есінде қалды мысалы, әдемі гол. 9. Оны кіммен талқылайсың мысалы? 10 адам отырған кезде Балателли бүйтіп тұрған еді ғой, денесі қандай деп. Сол сияқты ертең Евро 2020 екі голда мысалы әдемі көрді ғой оны. не деп түсіреміз ертең еске Евро 2024 деген кезде бірінші ойға түсетін хайлайт қандай болады? Бірінші Роналду кетті ғой дейсің ғой. Ямал ғой, иә. Роналду карьерасын осы Еврода аяқтаған ғой дейсің ғой. Енді финал ойынында бір қызық нәрсе болатын шығар, сосын иә, Кукурелленің қолына тиді деген менің есімде қалады. Ана кімнің Англияның Лэмпардтың голы сияқты ма? Иә. Саналмай қалды. Жігіттер, 20 шілде күні Алматыда Хан Тәңірі стадионында супер матч болады. QJ League All-Star командасы Цервена Звездаға қарсы ойын өткізеді. QJ League Цервена Звезда матчына келіңіздер. Біз Бексұлтан екеуміз соққы және гол командасы болып бәріміз барамыз, ойынды тамашалаймыз және қызық матч болады. Хан Тәңіріде нағыз футбол тойы болмақ. Және оның алдында шоу болады, райм ән айтады. Біз сіздерді күтеміз. Келіңіздер, зор болайын деп тұр. Үздік ойыншы кім ал Еврон? Менің ойымша енді Испания таңдау керек сияқты. Иә. Испаниядан Фабиан Руиз деп ойлап отырмын өзім. Мен келсем осы жігітпен десең. Келісуге болады Фабиан Руизбен, бірақ осы неге дейін жартылай финалда мысалы мен оны үздік ойынын көрген жоқпын. Үздік болмаса да ортада ұстады ғой. Иә, оның алдында бірақ анау алыстан соққы жасап, Фабиан Руиз соғып, осы анау 90-ші минутта екі футболшыны өзіне, үш футболшыны өзіне жинап алады. Германия ғой. Германияға. Үш футболшыны өзіне жинап алып, ортасынан сылып өте салады да, мысалы қарасаң ше. Ондай деңгейдегі футбол. Руиз пен Родри шығар. Англияда ешкімді айта алмаймын мынау деп. Англияда мынау мықты деп. Деклан Райс базар жоқ ұстайды. Англияның ойын темпіне жауап береді. бұрынша жартылай қорғаушыларды ұмытып кетеміз, солардың хайпы жоқ дейді еді. Қазір сол бір андай кішкене футбол түсінемін, сарапшымын деп бір ақылды болып қол үшін жартылай қорғаушыларды көп айтатын болып кеткен. Өйткені шабуылшы жоқ қой. Бұл кезде енді Месси, Роналдулар, Неймарлар мықты ойнады да шыны керек. Қазір шабуылшы жоқ қой, көп байқайсың, ана 9-дық жоқ қой. Иә. 9-дық жоқ. Зар болып жатыр. Левандовскийді қазір шығарсаң таласып алайын деп тұр да. Ол жасы 37-ге келген. Кезінде кімдер бар еді? Руд ван Нистелрой, Робин ван Перси. Нидерланды өткенде шабуылшыға зар болып қалды. Депай ойнап жүр шабуылшы міндетін. Францияда Коломуаниға қарап қалды. Баяғыда Давид Трезеге, Анри болды. Анельканың көрсе өлігі артық дейміз да. Қанша қателессе де. Жоқ, сонда ярый Бензема центр нападающийлар бар еді да. Лукаку сияқтылар ма? Иә. Давид Вилья, Фернандо Торрес де. Соны Испания құртқан жоқ па? Сол бізге 9-дық керек емес, ұрын 9-дықпен ойнаймыз деп Испания бастап берген жоқ. Қайтып не қылды ғой? Иә, Пеп Гвардиола да содан бас тартты да, кейін Эрлинг Холланд сатып алып қайтадан 9-дыққа келді. Енді келесі Еуропа чемпионатында қайтадан сол форвардтардың дәуірі басталатын шығар. Кім? Білмеймін, Йошуа Зиркзе ма? Білмеймін. Манчестерға өтіпті 50 миллионға ё-моё. Болонияда бір ойнап берді. Зор сатып жіберді да, Болония оны. Холландтарда шығып қалады. Хойланд бар. Шықса егер. Сол Дёкерш, Мегерш дегендер өсіп келе жатыр ғой оларда. Сол ғой қазіргі футболда дефицит шабуылшы жоқ. Мал базарда қошқар жоқ дегендей ма? Мықты бір шабуылшы жоқ. Сол үшін де шабуылшылар өте қымбат тұрады шыны керек. Өйткені шабуылшы болу үшін талант болу керек та шын мәнінде. Дидье Драгба, Самуэль Этоо, қараңдаршы да? Қандай ойыншылар? Ой, Роналду деген кәдімгі баяғыда түсінбейтін едік қой, Роналду ма қабақтай бірдеңе деп. Қазір қарасаң ана ойындарын финттарын былай өткен. Үздік футболшы үшеу таңдау керек болса мысалы. Сосын андай емес.
Марко Курелиді мен ондай күтпедім, ойыны күшті екен дейтін. Немесе Ламин Ямалдан ондай күтпедім, 16 жасында мықты екен деп емес. Кәдімгідей міне 3 үздік Еврода футболшы таба аламыз. Ольмоны қоса саласың ғой. Оның өзі де негізгі құрамда шықпай жүрді. Фабиан Руис мысалы Испания таңдасақ, Англиядан Беллингем мен Саканы алуға болады. Фил Фоденнің қандай айырмашылығы бар? Фил Фоден бірақ ойын жақсы ойнады, қалған ойындардың бәрі нашар ғой. Осы жартылай финал ойыны. Жартылай финалда зор ойнады. Сака нашар ойнады жартылай финалда мысалы. Сака Джудта көрінген жоқ. Швейцарияға қарсы Сака жалғыз шап Джуд Беллингем енді ана қайшылап тепкен гол болмаса, ол да бір жартылай финалда жақсы ойнады. тартып атқан жоқ қой. Ойын жүргізеді ол. Шабуылдағы ойын сол арқылы өтті бірінші тайм бойы. 3 футболшы. N'Golo Канте. N'Golo Канте айтпақшы мәссаған қалай ұмытып қаламыз. Бірақ оның да жартылай финалдағы ойыны нашар болды. Нашар болды. Бірақ оған бапкер кінәлі. Енді оған бүкіл Францияға құрамасы кінәлі ғой енді. Микаутадзені қоссақ, кімді қоссақ? Мамардашвилиді қоссақ. Жартылай финалдағы Арда Гүлер алу керек қой. Білмеймін, Арда Гүлер вообще келмейді, вообще келмейді олар. Жартылай финалдағы олардың бәрі жаңа мен өзім айтқандай, күтпедік, бірақ жақсырақ ойнады деген, иә. А былай жоқ. Германияда да жоқ. Майк Миньян. Жартылай финалда 4 команда бар, сол сияқтан ғана таңдайсың, ар жақта ширек финалдағыларды таңдасаң, ар жақтағы командалардан обал ғой, ұят қой. Нидерландыдан Рейндерсті мен негіз ойыны ұнады. Ол енді основаның ойыншысы ретінде күтілген жоқ қой. Френки болады, солар болады. Бірақ Рейндерс жақсы ойнады. Жанып кетпей, кәдімгі шабуылмен қорғанысты байланыстырып отырды. Басқа кім бар? Испанияда 11 футболшыда қосты болады негізі. Бәрі жоғары деңгейде ойнап шықты ғой. Марата ше. Марата да жақсы. Марата өзінің функциясын жақсы атқарған жоқ қой. Жартылай финалдағы ойында мысалы Мбаппе Маратамен салыстыратын болсақ, Марата мықтырақ болды. Өйткені қорғанысқа қанша рывық жатты мысалы ше. Бос кеңістіктер жасаған жоқ, жауып жүрді. Ал Франция қорғанысы мықты дейміз, бірақ дыра болды. Оданша позициялар бойынша айтайық та. Сөйтейік онда. Үздік қақпашы. Жоқ, біз қазір турнир қорытындылау болып кетеді. Одан да біз финалды айтайық. Осы командалардың ішінде позиция бойынша қайсысы мықты екен. Себебі бізде Евро біткеннен кейін жалпы турнир қорытындылаймыз, сол кезде үздіктерді анықтаймыз. Қазір финалға тоқталайық. Қақпашы, екі қақпашын бір-біріне қарсы қойық мысалы. Унай Симон, Джордан Пикфорд қайсысы мықты? Білмеймін. Екеуі де мысалы әлемдік деңгейдегі жұлдыз емес қой. Біреуі Атлетик Билбаода ойнайды, біреуі Эвертонда ойнайды. Бірақ екеуі де Еуропа чемпионатын лайық өткізіп жатыр жалпы. Басқа қақпашылар жоқ болып тұр ғой. Сол деңгейде Испанияда да, Англияда да. Рамсдейлді айтасыңдар, сосын Ник Поп бар, Траффорд деген қақпашысы бар. Бірақ олардың барлығы АПЛ-де толық сезон өткізген жоқ қой. Рамсдейл деген енді Давид Раяға беріп қойған. Испанияда Давид Рая бар ғой мысалы. Енді ол негізі құрамда емес қой. Унай Симонға сенеді ғой. Испанияда да, Испания ішкі чемпионатында жоқ. Барселона мен Реал, Атлетико, Валенсия бәрінде шетелдік қақпашылар тұрады деген секілді. Тең шығар қақпашылардың жағдайы. Мен ойымша тең. Бексұлтан, сен сөзін шешуші болып тұр. Жалпы андай екеуі де тең болған келсем, өйткені мысалы Унай Симон Хорватияға қарсы кездесуде мықты ойнады, ал Пикфорд болса пенальти сериясын алып шықты деген сияқты ше. Жалпы қиын таңдау. Қорғаныста оңайырақ енді. Қорғаныста қапталда қорғаушылар Испаниянікі болу міндетті, мен ойымша. Жоқ, біз құрам жинамаймыз, қайсысы мықты? Қорғаныста ма, жалпы? Қапталды орта деп бөле берсек болады. Әрине. Оң қапталда Карвахаль Кайл Уокерден мықты, мысалы. Немесе Сакамен салыстырамыз, кіммен салыстырамыз? Уокермен салыстыру керек қой, негізі Сака енді оң қапталда қорғаушы емес қой сөзін ашығы. Қанша жер? Фулбек деп шығарып отыр ғой. Кукуреле Трипьеден 100% мүлдем мәселе жоқ. Кукуреле мықты ма? Осы Еврода, Кукуреле мықты. Жалпы осы 6 ойын қорытындысы бойынша есеп. Енді Трипьердің өзінің позициясы емес қой. Ол да сол үшін ғой енді. Стоунс пен Гехиге қарсы Карвахаль Испания осы Евроны жеңіп жатса, Карвахальды алтын топтың топ 5-іне кіргізуге де болады тіпті. Бұндай мықты маусымда шыны керек. Оң қапталда қорғаушыдан көрмегелі біраз болды ғой. Чемпиондар лигасын ұтқан, Еуропа чемпионатын ұтқан мысалы. Лиганы ұтқан. Әрине, топ 3-ке де кіргізуге керемет ойыншы енді.
егер ұтса алып кететін шығар Карвахаль. Алтын доп па? Баяғыда Алтын допқа Канава- хайп керек қой, брат. Бағана Хайп жоқ баяғыда Канаварада хайп болған жоқ қой. Баяғыда хайп деген қазіргідей емес еді ғой. Канавара алып кетті ғой, сөйтіп чемпион атанды. Қазіргі хайп Беллингемнің өзінде қандай көп қой. Орта қорғаныста да Испаниядан ба сонда мықтылар? Ленорман мен Сонда қай жерде Англия мықты десе? Джон Стоунс меніңше кейінді қоямыз. Джон Стоунсты мысалы Иә, Стоунс әлсіздеуге ойға болмайды. болады, иә. Ленорманның орнына мысалы Стоунсты қоюға болады да, айтасың. ана жақтан Ляпорт болады сонда. Иә, жөн. Жартылай қорғаныста Декван Райс, Коби Майно. Командаластарды бірге қойып Бұл жақта қойдыңдар енді ғой. Испанияны Англияда. таңдамасаң ұят болады, шыны керек. Иә, жартылай қорғаныста Родри мен Руис мен ойымша мықты. Иә. Ольмо да мықты болып тұр жақта, иә, не дейміз. Сонда біз неге Англия құрамасының футболшылары мықты дейміз да? Испания футболшылары мықты болып тұр ма? Дәл қазір Осы Еврода. Еврода. А бірақ Евроға дейін мысалы біз Беллингем деген кімді? Ольмоның да, Руисті де былай байқамай қалды ғой. Кукурелияны Триппе байқамай қалады деп айтатын едік, иә? Иә. Осы Евро өзгертті. Сонда бізде Беллингем мен Фил Фоденнің біреуін аламыз да бәрібір. Иә. Шабуылда сонда Маратада демей Харри Кейнді қойып, Харри Кейнді, сөйтіп иә. кішкене шығарып жіберуге болады ағылшындар. Иә. Әйтпесе құрам бойынша осы Пикфордты Еврода қылайықшы бақ қақпашы. Пикфорд жақсырақ болып тұр ғой. Унай Симоннан. Сонда Испания... Жартылай қорғаныс пен қорғаныс Испанияда мықты, шабуыл Англияда мықты болып тұр ғой, примерно. бірақ Евро басталмай тұрып біз өйтіп айтпайтын едік қой біз. Иә. Мына жақта Деклан Райс бар жігіттер. Родриді қосатын едік. Райспен бірге деп. Фоденді мысалы айта алмайсың ғой. Фоден, АПЛ-дың үздік ойыншысы ғой, не айтып жатсыңдар сендер? Кол Палмер жігіттер деп, иә? Иә. Англияның ең үздік жас ойыншысы ғой деп. Жаңа сен пенальти жайлы айтып жатсың ғой. Англия құрамасы Харри Кейн Нидерландтың қақпасына пенальти тепкен. Ол саған қалай болды? Оның алдындағы эпизодты көрдіңдер ма? Көрмедіңдер ма? Көрдік. Еске салып жүр. Букая Саканың қолына тиген байқадыңдар ма? Құлап бара жатқанда ма? Жоқ, кәдімгі тұрды. Байқамадым. Оның алдында дегенде. Тура сол ана доп Харри Кейнге келе жатады ғой. Саканың қолына тиіп түседі ғой. Бай тұрма қолы? Қарап көріп алсаңдаршы. Еш етпейді ол. Бай тұрмаса қазір болды. любой рука еш нәрсе етпейтін болды. Пенальти болды. Өкшемен тосып тұр ғой, енді кәдімгідей. Пенальти болды ғой. Ана допты ерте теуіп қойды деген әңгіме айтып жатыр ғой адамдар. Кім? Харри Кейн допты теуіп қойды, содан кейін аяқ тиді дейтінші. Оны мен түсіндіріп отырмын да, Харри Кейн көрді ғой Дюмфристің келе жатқан, содан кейін тартынып ойнап кішкене. Дюмфрис сөйтіп ереже бұзбағанда Асықпай тебетін еді. Асықпай ыңғайлап дәлдеп тебетін еді, қауіптірек болатын еді. Бірақ Дюмфрис кінәсін жуып шайды. Фоденнің голынан аман алып қалды, сосын баспен өзі Мандайшаға допты дәл тигізді. Ана Уильямс деген осы Дензел Дюмфриске ұқсайды ойыны. 10 пасының 9 артқа қарай Дензелдің. Артқа қарай пас дегенді қатты сендер дұрыс жамандай бермеңдерші. Себебі артқа пас бергенде Кукурелия стоп шығып отыр ғой. Нұсқа жоқ, қайқа барасың енді. Алдында екі қорғаушы тұр. Біреу алдында. Мысалы Ямал өтіп жатыр, иә, ортаға қарай теуіп жатыр. Ламин Ямал не үшін тепті? Өйткені Мбаппе өзінің позициясын жасап алға қарай ұмытып кетті. Ламин Ямал жалғыз емес қой, алдында 3 адам тұрды ғой. Рабио ортада тұрды мәселен кейін. Жоқ, ол бірақ эпизод. Обострение деген нәрсе бар ғой, мысалшы. Жоқ, шабуылдың қарқынын тоқтатып қояды Нико Уильямс. Жоқ, Ламин Ямал мықты, мен оны мойындаймын, мықты футболшы екенін білемін. Бұл жерде жаңа артқа пасқа келіп отыр ғой. Сіздерде мысалы Арда Гүлер. Иә. Оның да ойынын қарасаңдар, базар жоқ, 3-4 нәтижелі әрекет қой, бірақ ол да тоқтата берді Түркия құрамасының темпін. Ортаға түсіп алады да, қапталда тұрады, оң жақта тұрады да, артқа қарай береді. Именно Нико Уильямс пен Ламин Ямалды мен ондай футболшылар қатарына кіргіземін. Біріншіден Ямалды айтып жатқан жоқ, Нико Уильямс сондай. Допты алса бірден алға қарай ұмтылады, қапталмен қашады. Барселона алса сорлайды оны. Ансу Фатиді қалдыра беру керек ол үшін. Одан да. Сен ойынын көрші. Көрдім, мен бәрін көрдім. Осыған дейінгі ойындарым көрді, артқа берген 10 пасын санаш, қаншауы дәл не қылады. Алдында бос кеңістік болса, жүгіреді. Өту керек қой, бос кеңістікті өзі ұйымдастыру керек қой. Жүгіріп шығады, кейін айбаланың ішіне кіреді. Жоқ, гол соққан сәттерінде проблема жоқ, шығып не қылып жатыр, иә? Грузияға өте бүйтіп не қылып жатыр. Мен айтып тұрмын, бірақ қатты тоқтатады да, темпті тоқтатып қалады. Родриді іздеп қалады, Кукурелияны іздеп қалады, өзі қатты көп кірмейді да. Оны неменеге әлде қандай Барселона алады деп, Челсиға барады. Бос кеңістік болса, үнемі жүгіреді, мен есімде болса. Атлетик Артқа пас деген мәселе сіздерде мысалы
кейбір кезде айтасыздар, артқа пас беріп алға ойнасаңдаршы деп. Енді нұсқа жоқ та, футболшылар жоқ, смотря кім ғой. Мысалы сен сұрамайды. соңғы адам болып тұрсаң, артқа пас берген нормально. Кімнің Уильямстың позициясында. А сен Кукурелласында алдында Уильямс бар, бірақ сен артқа пас беріп тұрсаң біртүрлі да мысалы. Енді ол мысалы Кукурелла мысалы пас беретін футболшы емес. Родриді іздейді, Руисті іздейді. Кез келген орталық қорғаушы болсын, қапталда қорғаушы болсын ше, оның жұмысы емес негізі. Бірінші пас беру деген енді үлкен талант керек қой ондай футболшыға. Мен пас бергенше, жалпы менен мықтырақ пас беретін Родри алға шығарсын деген сияқты ниетпен ғой жүрді. Жоқ, Уильямс мысалы Кукурелланы күтіп алға қарай берсе не болады? Сөйтпейді ғой. Артқа бере береді, ортаға бере береді. Білмеймін, келісе алмаймын. Жоқ, енді нұсқаға байланысты ғой. Қай нұсқа ашық соған береді. Алда ашық болса алға береді. Жақсы, түсінікті. Иә. Болжам жасайық. Кішігірім. Уәлихан Қосанбай. Испания құрамасы жеңіске жетудің факторлары қандай болады? Иә. Факторлар мен білмеймін. Осы ойыны ғой. Темппен Испания алса алды, алмаса қойды. Гаррет Саутгейттің бірінші проблемасы ойынды сындыру болады ғой. Қарсыластың Жете ма Гаррет Саутгейттің Испанияға? Жетеді, явно жетеді ғой. Ойын сындыру болады, ортаны сындыру болады бірінші кезекте. Ширатып, не қылып, ұсақ қолдармен. Егер сол қолынан келетін болса, Гаррет Саутгейттің, онда Англия алады. Испания құрамасын 3 фактор жеңіске жететін. Бексұлтан. 3 фактор. Жалпы Испания, Германия өтті, Франция өтті деген фактор жете ма? Жетеді. Әдемі. Мысалы, бұндай қарсыластар жеңген команда, мен ойымша, Англияда қатты қиналмайды деп айтпай қойын. Бірақ егер сәл фарт болса, сәл жолы болса, өтеді. Бұяқта мәселе мынада болып тұр ғой. Енді бұл финал, андай микромоменттер шешеді бұл жерде. Опыттар шешеді ғой. Иә, психологияда үлкен опыт бойынша ағылшын алып тұр ғой. Енді опыт бойынша Англия алып тұр ма? Әрине, екінші финал ғой. Психология бойынша Англияда сәл жеңілдеу. Неге? Бірақ Испания бұрыннан бастап, жалпы топтық кезеңнен бастап мықты қазір атмосферада ғой. Ал бұл жерде финалға шыққаннан кейін ауыр жүк түсті Англиядан. Ол үлкен плюс. Жоқ, сол вот именно жаңадан бері соны айтып отырмын. Әлі Англияда галочка тұр ғой. Жеңу керек деген. Екі мәрте финалға шығып, жеңілсек те ештеңе болмайды деген нәрсе емес. Енді финалға жетіп жеңілген андай позор емес та, былай қарап тұрсаң. Наоборот, позор болатын сияқты ғой. Ол кезде айтады ғой, сендер бүйтіп ойнағанша финалға шықпай қойсаңдар болар еді ғой деп айтады ғой. Конечно, сендер өлік құрамалардың бәрін наоборот, бұл жерде қысым жағынан Испанияда жеңіл. Англия екінші рет финалға шығып отыр. Егер мысалы Испанияның бір қорғаушысы дейік, қақпашы делік қуып шаймаса, прям моменттер болады, пенальти кеп қойып, Арауха сияқты қызыл қағаз әкеп қойып ше, сондай сәттер болмаса, Испания алып тұр. Пенальти бола ма бұл ойында? Ойында ма? Пенальти. Білмеймін, ол жағын айту қиындау ғой. Болатын сияқты сол пенальти. Қысым ғой, финал. Англия қақпасында болды. Жұтқа қарсы не қып қою мүмкін да? Жете алмай қалуы мүмкін. Сакаға қарсы немесе, Сака айбаланың ішіне енсе, ол Арсеналда өзі жүріп біраз седі ғой. Қорытындылайық. Мен ойымша сол жұтқа қарсы егер бұзатын болса, Ленорман бұзып қою мүмкін. Финал жүргізетін комментаторлар нақты есепке болжам жасамай қойсын. Бексұлтан сен бір болжам жасашы. Англияның жоспарына байланысты. Енді жартылай финалда алға шықпайтын сияқты жоспармен шықпайтын сияқты мен ойымша тағы да. Бәрібір де қорғаныс арқылы, қорғанысқа көп көңіл бөліп ойнайды. Сөзсіз Испания допты алып жүріп. Аталарың не деп жатыр? Испания катать жатыр әлі допты. Солға Кукурелледен Карвахал Кукурелле бүйтіп андай қаптал қайта ауыстырып жатыр ше Испания. Англияның басын айналдырып шайқап жатыр адан ше, бүйтіп қарай беріп қорғаушылар уже бас айналып жатыр. Англия сөйтіп бас айналады деп ойлайсың ба? Сен қызықсың. Ема Англия кәдімгі тіс қаққан ойыншылар, ол айналмайды ол. Үйтіп ше? Айналдырып жатыр. Енді сол гол кіреме деген мәселе ғой бұл жерде. Бірінші таймда гол кіреме деген сұрақтың көмектесе, бірінші таймда гол бола ма жалпы сіздердің ойларыңызша? Болады, иә. Бірінші таймда гол болса, Испания жеңеді онда. Испания жеңеді? Иә. Кім соқса да ма?
Испания соқса бірінші болды. Жасұлан, сенде қандай болжам? Бұл жақта мәселе былай болып тұр ғой, Испания бірінші гол соқса болды. Әсері шешіліп тұр. Наоборот қиын болып кетеді ғой Қиын Испания болып бірінші голды соқса. Англия осыған дейін камбэк жасап келді ғой. Иә. Осыған дейін камбэк жасап келіп, бұл жолы жасамайтын сияқты. Жаңа Испания лайықты сияқты осы евро қорытындылап, кішкене Испанияның ойынына қарап, білмеймін, Испания жеңсе екен деп ойлап отырмын. Испанияның ойыны күшті. Мен осы Таңшолпан бағдарламасында айтқам, Испанияның ойыны ұнайды, Англияның ойыншылары ұнайды деп. Жоқ, лайықты деп не қылуға дұрыс емес қой. Мысалы, Англия құрамасының жанкүйерлері де айтады ғой, лайықты деп. Иә. Сосын жартылай финалда Англия үйтіп белсенді бастамайтын еді, Нидерланды планды өзгертіп жіберді ғой. Иә. Деклан Райс өзгертті дейсіз енді. Иә, сол Нидерландының жылдам голы өзгертіп жіберді. Екінші таймда өзінің кәдімгі сол ойынына түсті. Білмеймін. Біз айтамыз ғой, финалды андай бір қызық финал болса екен деп өткен. Үнемі финалдардың бәрі қызық емес болады, 1-0 деп, 1-1 болып. Мысалы, 2002 жылы қандай финал болды Қатарда? 2022 жылы. 2022 жылы Аргентина мен Франция сияқты ойыны болса екен деп. Үздік финал көрсетсе. Иә. Испания ондай ойын көрсете алады. Англия қайтып өзінің андай бір қызық емес ойын көрсетсе, Дұрыс айтасың. Нәтиже ғой бұл жерде главный. Иә, бұл жақта Бәрібір. несі, вывескасы, Топ қой. афишасы. Афишасы топ қой. Испания, Англия деген афиша қызықсыз болу мүмкін емес. Мүмкін емес қандай, 0-0 болып, иә, дұрыс айтасың. 0-0 аяқталса да, ар жақтан накал болады онда бүйтіп. Әрине. Жылдамдығы, уайым, қайғы ойыншыларда Рас. өте жоғары болып тұр да. Тамаша ойын. Егер ондай жаққа кететін болса, ол жерде енді басымдық Англияда ғой. Тыңнан шығатын ойыншылар жағынан Англиядан басымдық көп қой. Кол Палмер, Уолли Уоткинс, Айван Тони. Бірақ Испания әр ойын сайын бір футболшылар ауыстырады ғой енді. Ойарсабаль, Мерино, екі Микель шығады ғой. сол жігіттер үнемі шығады. Ол жақтан да айырмашылық ондайға жоқ. Тамаша жігіттер. 14-не түнде 15-не қараған түні Қазспорт телеарнасының тікелей эфирімен Қазақстан ұлттық арнасының тікелей эфирінде Еуропа чемпионатының финалы көрсетіледі. Испания мен Англия кім жеңіске жетсе де қызық ой болсын. Мына жақта подкастымызды көріп, қазір пікір жазып, ой, біреу Испанияға жанкүйер, біреу Англияға жанкүйер деп жазатын шығарсыздар, бірақ негізі Уәлихан да Бексұлтан да келісетін шығар. Қай құрама жеңіске жетсе де біз қуанамыз. Мына финал өте бір қызық финал болайын деп тұрған сияқты. Жаңа комментатор ортасы деген чатта екеуміз Англия дедік қой. Иә. Англия жексек 55 мың теңге қалды. 55 мың теңгені аламыз екеуміз, дұрыс па? Испания жеңсе, Жандос Байділда ағамыз 100 мың теңге 100 мың теңге алады. Және мен қуанамын Испания жеңсе. Мәселен кейін. Енді бір Бексұлтан эфир соңында бір соңғы сөзім бар еді. Жалпы соңғы сұрақ сізге. English or Spanish? Қай жағына, құрамалар ма? Или тілі ма десең, иә. Айтыңызшы, жоқ, English or Spanish? Екі сөздің біреуін айтыңыз. English. Кім бірінші қимылдайды, сол кей?